Сәлеметсіздер ме студенттер? Әлеуметтік экологиялық проблемаларды анықтау және оларды шешу жолдарын табу модулі бойынша жалпы экология пәнінен бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз тірі ағзадағы шектеуші және төзімдік факторлары. Сабақтың мақсаты биосферадағы тірі ағзаларға әсер ететін факторлармен танысу, шектеуші факторлар мен төзімдік факторларын қарастыру. Ең алдымен экологиялық фактор дегеніміз не? Экологиялық фактор дегеніміз ағза бейімдеушілік реакциялар не адаптациялар арқылы жауап беретін қоршаған ортаның кез келген элементі немесе жағдайын атаймыз. Экологиялық факторлар абиотикалық, биотикалық және антропогендік болып бөлінеді. Абиотикалық факторлар әсер етуіне қаратай химиялық және физикалық тұрғыдан қарастырылады. Мысалға, жарық, жылу, су, атмосфераның жауын-шашын мөлшері, қысымы, соның барлығын абиотикалық фактор деп атаймыз. Биотикалық фактор бәсекелестік, жыртқыштық, симбиоз, мутуализм, зоохария, яғни тірі организмдердің бір-біріне тікелей немесе жанама әсерін атаймыз. Антропогендік фактор, яғни ол адам іс-әрекетінің нәтижесінде болатын фактор, яғни ауаның ластануы, жердің құнарландыруы, ауыл шаруашылығының қарқынды дамуы, яғни жер қабатын, яғни топырақтың эрозияға ұшыруы, мысалға рекультивация әсерін дұрыс қолданбауының нәтижесінде пайда болатын экологиялық проблемалар осы антропогендік фактордың әсерінен. Экологиялық факторлардың ағзаға әсер етуі мен қоршаған ортадағы ағзаның реакциясы бірдей болмайды. Тірі ағзаларға экологиялық факторлардың әсерінен қолайлы немесе қолайсыз ең алдымен оның әсер ететін күшіне байланысты. Әрбір ағзаға әсер ететін факторлардың төменгі және жоғарғы шегі болады және бір фактор шешуші рөл атқарады. Бұл заңдылықты неміс химигі Либих 1940 жылы ашқан. Оны минимум заңы немесе шектеуші факторлар деп атаймыз. Экологиялық факторлардың жетіспеушілігі ғана емес, оның артықшылығы да ағзаларға айтарлықтай әсер етеді. Минимуммен қатар максимумда шегі болғанын 1913 жылы Шелфорд анықтаған. Оны толеранттылық немесе төзімділік заңы деп атаған. Шелфордтың толеранттылық заңы экологиялық факторлардың минимумы ғана емес, оның максимумда шектеуші фактор бола алады. Ал олардың арасындағы ауытқу диапазоны толеранттылық шамасынан, яғни ағзаның белгілі бір факторларға төзімділігін анықтайды. Егер төзімділік шегінен шығып кетсе, ағза өз тіршілігін жояды. Жоғарыда айтылған экологиялық факторлардың ішінде төзімділік және шектеуші факторлар қоршаған ортадағы тірі организмдерге әсер етуі өте жоғары деңгейде. Қазіргі таңда экологиялық проблемалардың пайда болуының салдарынан қоршаған ортада тіршілік ететін тірі организмдердің бейімделу салдарында өте жоғары қарқында, яғни қоршаған ортада болатын түрлі экологиялық мәселелердің, мысалға жауын-шашынның көбеюі, ылғалдылыққа, атмосфераның ластануы, радиоактивті ортаға тірі ағзалардың бейімделуіне пайда болатын өзгерістер кейбір организмдерді мутацияға алып келіп ұшырауы мүмкін. Соның салдарынан кейбір тірі организмдердің түрі өзгерушілік қасиеттері атадан балаға берілетін көптеген тарихи өзгерістер болуы мүмкін. Яғни экологиялық факторлардың ішінде төзімділік және шектеуші факторлар ең маңызды рөл атқарады. Құрметті студенттер, Платонус платформасы арқылы берілген тапсырмаларыңызды орындап, әдеттегідей тексеруге жіберулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.